Әулиеата кітап оқитын өңір. Облыс әкімінің бастамасымен 2025 жылы өңірімізде кітап оқу жылы болып жарияланды. Игі шара облыс тұрғындарын жас ұрпақты кітап оқуға ынталандыруға бағытталған. Әріптесім Нұрбақыт Тұтқышбектің бейне материалын көріңіздер. 2025 жылы Әулиеата оқитын өңір жобасы ресми түрде жүзеге асыруды бастамақпыз. Кітап адам баласының асыл қазынасы, рухани байлықтың қайнар көзі. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін ұялы байланыс аппаратына байланған заманда да кітап өз құндылығын жоғалтқан жоқ. Өкініштісі оқырман саны азайды. Десе де, бүгінгі таңда кітапты жанына серік еткен жандар да аз емес. Кітапқа деген қызығушылығым әдебиет пәнін оқытатын ұстазымның қолдауымен оянды. Шоқан Уәлиханов атындағы кітапхананың тұрақты оқырманына айналдым. Жастарға өз тарихымызды тану үшін төл әдебиетімізді оқуға кеңес беремін дейді біздің бүгінгі кейіпкеріміз Шуақ Наймаш. Кітап ол біздің рухани байлығымыз болып табылады. Және де өзіміздің осы сөз қорымызды дамытатын құрал ретінде айтсақ болады. Жалпы мен бұл кітапхананың кез келген жаңа кітабын оқуға тырысамын. Көбінесе мен өзім қазақ әдебиеті жанрларына, фантастика жанрларына, шетел әдебиеттеріне қызығамын. Жалпы өңірімізде 270